Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсут Талант, ақпараттық технологиялар мамандығы. Бүгінгі біздің тақырып 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. Бірінші сұрақ: Қазақ АКСР-ның құрылуы және Әлімхан Ермековтің қызметі. 1917-20 жылдар Қазақстан аумағында азамат соғысы жүріп, билік тұрақсыз болды. Осындай жағдайда қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалу, ұлттық автономияның құру мәселесі көтеріле бастады. 1920 жылы бұл мақсат жүзеге асып, қазақ мемлекеттілігінің кеңестік үлгісі Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Қазақ АКСР құрылды. Қазақ АКСР-ның құрылуы бізде 1920 жылы 26 тамызда Ресей үкіметінің жарлығымен Қазақ АКСР құрылуы туралы декрет қабылдады. Астанасы Орынбор, құрамына Торғай, Ақмола, Семей, Орал облыстары және Маңғыстау уездері кірді. Бұл құжатпен қазақ халқының аумақты тұтастық заңды түрде танылды. Бұл 4-12 қазан аралығында 1920 жылы Орынборда Қазақ АКСР кеңестерінің бірінші құрылтайы съезі өтті. Үкімет халық комиссиялары кеңесі құрылды. Және осы тұста Әлімхан Ермековтің тарихи рөлін жайында айтар болсақ, Әлімхан Әбеуұлы Ермеков 1891-1970 жылдары өмір сүрген математик әрі қоғам қайраткері, қазақ автономиясының шекарасын белгілеуге тікелей үлес қосқан тұлға. Әлімхан Ермековтің негізгі еңбектері: біріншісі, 1920 жылы шілде айындағы Ленин төрағалығымен өткен Мәскеудегі кеңесте қазақ автономиясының территориясын ғылыми тарихи дәлелдермен қорғады. Ол қазақ жерінің тарихи шаруашылық негізге дәлелдеп, Семей, Ақмола, Қостанай, Орал, Торғай аймақтарын Қазақстанға қайтаруға қол жеткізді. Яғни негізгі себептерінің бірі болған Әлихан Бөкейханның экспедициялар қатысқандағы жинаған материалдар арқылы территориямызды сақтап қала алды. Қазақ АКСР-ның алғашқы конституциясын әзірлеуге қатысқан болатын. Және де қазақ жастарын оқыту, қоғамды сауаттандыру бағытына еңбек еткен. 1930 жылы қуғындалып, кейін ақталған болатын. Тарихи маңызына келер болсақ, Қазақ АКСР-ның құрылуы бізде Қазақстан 20 ғасырдағы мемлекеттің қайта құруының, қайта түлеуінің бастамасы. Әлімхан Ермеков сынды қайраткерлердің еңбегі арқылы Қазақстанның қазіргі территориясының негізгі қаңқасы бекітілді. Екінші сұрақ: мәдени құрылыс және оның қайшылықтары. 1920 жылдары Қазақстанда кеңес үкіметі мәдени революция жүргізуді қолға алды. Оның міндеті сауатсыздықпен күресу, жаңа мектеп жүйесін қалыптастыру, ғылым мен мәдениетті кеңестік идеологияға негіздеу болды. Мәдени құрылыс бағыттары: біріншісі, сауатсыздықты жою. 1921 жылдан бастап жаппай сауат ашу науқаны жүргізілді. 1917 жылы қазақтардың 90% сауатсыз болса, 1930 жылы бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендеді. Қызыл отаулар, қызыл керуендер ауыл-ауылды аралап оқу жүргізді. Екіншісі, жаңа мектептер ашу. Қазақ тілінде оқытатын бірегей мектеп жүйесі қалыптасты. 1924-29 жылдар аралығында латын графикасына негізделген жаңа төте жазу енгізілді. Үшіншісі, ғылым және мәдениет. 1920 жылы Қазақ университеті, педагогикалық институттар, техникумдар ашылды. Одан соң ұлт мәдениетін зерттеу институты құрылды. Абай Құнанбайұлы, Шоқан Уәлихан, Ыбырай Алтынсарин сынды мұрасы қайта зерттеле бастады. Қайшылықтарына келер болсақ, мәдени құрылыс прогрессивті сипатта болғанмен, оның өзіне ерекшелік тән қайшылықтары көп болды. Біріншісі, идеологиялық бағалау. Білім беру мен ғылым толықтай коммунистік идеологияға бағындырылды. Дінге қарсы саясат күшейді, мешіттер жабылды, діндарлар қуғындалды. Екіншісі, ұлттық зиялыларға қысым. Алаш қайраткерлері ұлтшылдар деп айыпталып, қызметінен шеттетілді. 1928-30 жылдар олар жаппай тұтқындалды. Үшіншісі, жазу реформаларының жиі ауысуы. Арабтан латынға, одан соң кирилл графикасына жиі өзгеріліп, мәдени үзіліс пайда болды. Төртіншісі, дәстүрлі мәдениетке қысым. Қазақ фольклоры, салт дәстүрі ескілік қалдығы деп бағаланды. Ұлттық өнердің табиғи дамуына кедергі жасалды. Қорытындылай келе, 1920 жылдың мәдени құрылыс қазақ қоғамын жаңғыртуға ықпал етті, бірақ ұлттық мәдениет пен зиялыларға қарсы репрессия бұл процесті ауыр қайшылықтарға толтырды. Үшінші сұрақ: 1920 жылдардағы қазақ әдебиеті. 1920 жылдарда қазақ әдебиеті жаңа қоғамдық өзгерістер әсерімен екі бағытта дамыды. Біріншісі, ұлттық бағыт, екіншісі, кеңестік үгіт-насихат бағыты. Ұлттық бағыт өкілдері бізде бұл бағытты негізінен алаш қайраткерлері жалғастырды. Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин. Олар ұлттық бостандық, мәдени жаңғыру, адамгершілік тақырыптарын көтерді. Негізгі шығармаларына келер болсақ, Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян, Мен жастарға сенемін, Түркістан түркі бірлігі, азаттық идеясы. Жүсіпбек Аймауытовтың Қартқожа, Ақбілек кеңес дәуірінің қазақ қоғамына тигізген әсері, әлеуметтік қақтығыстар.
бейімбет майлин шығаның белгісі қазақ қоғамындағы махаббат теңсіздік мәселелерін айтады. Ол сәкен сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу азамат соғысы жылдарының көркем шежіресі болып саналады. Кеңестік бағытта жазғандар коммунистік идеологияны насихаттаған шығармалар жазылды бізде. Сәкен сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, бейімбет майлин. Ондан соң қоғамдық құрылыста еңбек партия саясаты көркемдікке қарағанда маңызды болды. Қайшылықтарына келер болсақ 1925 жылы әдебиетте таптық әдіс енгізілді. Алаш әдебиетшілері қуғындалып 1929-1937 жылдары түгелге жуық атылды және немесе айыпталды. Кеңестік әдебиет бір жақты идеологияға қызмет етті. Маңызы 1920 жылдары қазақ әдебиеті ұлттық сана, тәуелсіздік идеясы, социалистік модернизация тақырыптарын қатар қозғаған күрделі әрі қайшылыққа толы кезең болды. Төртіншісі Мұстафа Шоқайдың кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі. Мұстафа Шоқай бізде 1890-1941 жылдары өмір сүрген түркі әлемінің көрнекті қайраткері, эмигрант саясаткер, Түркістан автономиясының жетекшісі, тоталитарлық жүйенің басты сыншысы. Еңбектің мазмұны мен идеясы кеңестер билігіндегі Түркістан 1928-1935 жылдар аралығында Мұстафа Шоқайдың ең маңызды саяси еңбектерінің бірі. Онда ол кеңес үкіметінің Түркістанды отарлауы, ұлттық тәуелсіздіктің жойылуы, жергілікті халыққа қарсы репрессия, Қызыл армияның зорлық-зомбылығы, ашаршылық жер саясатының салдары, ұлттық интеллигенцияның қудалануы туралы жазылған. Мұстафа Шоқайдың негізгі тұжырымдамалары: біріншісі, кеңестік билік большевиктік отарлықтың жаңа түрі. Кеңестер халқының аты өзгергенмен саясат патшалық Ресейдің отарлауын жалғастырды. Екіншісі, түркі халықтары өзін өзі басқару құқығынан айырылды. Түркістанның автономия атымен ғана болды. Үшіншісі, ұлт зиялылары жойыла бастады. Мұстафа Шоқай большевиктерді ұлтты рухани отбасынан айырушы күш деп бағалады. Төртіншісі, экономикалық бодандық. Түркістанның өнеркәсібі дамытылмай, шикізат көзі ретінде пайдаланылды. Бесіншісі, большевиктік зорлық, ұлттық мәдениетті құрту саясаты. Тарихи маңызы: Мұстафа Шоқай еңбектері Түркістан халықтарының 20 ғасыр басындағы шынайы жағдайын дәл көрсететін бірегей дерек. Оның идеялары кейінгі тәуелсіздік қозғалысына рухани негіз болды. Ол түркі халықтарының бірігуін, азаттығын жақтады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.